Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге осындай әдемі үлпілдек дамский пальчикидің рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Құрамына ұн, салқын су, сары май немесе маргарин және жұмыртқа керек. Ең алдымен ыдысымызға суды құйып, жақсылап қайнатамыз. Қайнаған соң үстіне сары майды салып, тағы да орташа отта қайнатып аламыз. Қайнап тұрған массаның үстіне ұнымызды салып, тез-тез араластырып отырамыз. Ұн іртік-іртік болып қалмас үшін оттың астын өшіреміз. Ұн біркелкі араласып болған соң, жұмыртқаны бір-бірден салып, оны да тез жылдамдықта араластырамыз. Барлығы жақсылап араласқан кезде, дәл осындай видеодағыдай жұмсақ, үлпілдек болады. Дайын болған массамызды осындай кондитерлік қапшыққа немесе салафанға салсаңыздар болады. Мен насадка қолдандым, бірақ ол міндетті емес. Табамызға пергамент қағаз жайып, осындай шамамен форма жасап шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп болған соң толықтай суытамыз. Оға дейін салмасын дайындаймыз. Кремін сливкидан жасаймын. Сливкиді миксердің аз жылдамдығынан жаймендеп көтере отырып қоюланғанша миксерлейміз. Содан соң қант ұнтағын салып, тағы да қоюланғанша миксерлейміз. Сливкиден жасау міндетті емес, қаймақпен немесе сгушенкамен де жасауға болады. Дайын болған таяқшаларымызды осылай видеодағыдай жасап, бір-біреуден қойып шығамыз. Содан соң тоңазытқышқа 2-3 сағаттай қойып аламыз. Қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз менің каналым дамуына өте маңызды. Рахмет.